Саптық дайындық пәні бойынша 5-ші тақырыбымыз саптық тәсілдер және қарумен орындалатын іс-қимылдар. Тақырып бойынша жоспарымыз: бірінші, қарумен саптық алып ұстау; екінші, бір орында қарумен қимылдар жасау; үшінші, тұрған орында қарумен қимылдар жасау. Сабақтың мақсаты: қарумен саптық тәсілдерді оқыту қарусыз күйіндегі әдістермен жүргізіледі. Осыған орай әр сабақтың барысында бөлімше командирі қаруды түгендеп, олардың оқталу-оқталмауын тексеру міндетті. Қарумен саптық тәсілдерді орындаудың алдында ол алдын ала тежегішке қойылады. Сабақтың міндеті: білім алушыларға қарумен саптық тұрысты дұрыс қабылдауды үйрету, қарумен саптық қимылдарды орындалу тәртібін түсіндіру және көрсету. Қару ұстау кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтауға дағдыландыру. Белдікті тарт тәсілін және оның кезеңдерін 2, 3, 4, 5, 6, 7 дұрыс орындауын меңгерту. Қарумен саптық тұрыс: денені тік ұстау, кеудені алға, иықты жазық, қару оң қолда, ұңғысы жоғары немесе белдікке күйінде тіктел пәрмені бойынша орындалады. Қарумен жүргізілетін алғашқы сабақта әскери оқытушы бірінші кезекте әскери қызметшілердің қарумен саптық тұрысты қалай қабылдайтынын көрсетуі керек. Қарумен саптық тұрысты оқыту үшін бөлімшені немесе взводты бір қатарға тұрғызып, әртүрлі қарумен саптық тұрысты қалай қабылдау керек екенін көрсетеді. Осыған сәйкес оқытушы саптық тұрыс күйін әрқашан студенттер алдынан, артынан және жанынан оны көре алатындай етіп қабылдау тиіс. Қарумен саптық тұрыста қарусыз саптық тұрыс сияқты. Бұл ретте қаруды аузын жоғары қаратып, оң қолдың білегімен белдіктің жоғарғы жағына тигізіп, ал жиналмалы дүмбелі автоматты аузын төмен қаратып, белдікке күйінде ұстау керек. Қарумен саптық тұрысты жолай түсіндіріп көрсеткеннен кейін командир 1-2 адым арақашықта бөлімшені тұрғызып, әрқайсысына саптық тұрысты жеке қабылдауына бұйрық береді. Сонан соң бөлімше командирі тіктел пәрменін береді және студенттердің қимылдарын тексереді. Бөлімше командирі көкіректің алға ұмсынуына және белбеулі белдіктің жоғарғы кесігі дәрежесінде болуы тиіс. Оң қол күйінде назар аударады. Дұрыс тексеру үшін бөлімшені оңға, солға бұру қажет. Белдікті тарт тәсілін орындау: қарумен тәсілдерді орындамастан бұрын белдіктің ұзындығын тексерген жөн. Бұл тәсіл қарудың барлық түрлеріне бірдей болып келеді және бөлім бойынша оқытылады. Белдікті түсіру және тарту үшін белдікті тарт пәрмені беріледі. Бөлімше командирі тәсілді толық түрде орындалу тәртібін көрсетеді. Сонан соң қысқаша түсіндіре бастайды. Көрсеткеннен кейін бөлімше командирі бөлімшені 2-3 адым арақашықта тұрғызып, тәсілді 7 есепке үйрете бастайды. Мысалға, жаса 1 есебі бойынша оң қолды белдік бойынша біршама жоғары ұстап, автоматты иықтан алады және сол қолмен оны сағағынан және ұңғы кесігінен іліп алып, өзінің алдына оң жақтарын солға қаратып, аузын иектің биіктігіне ұстау керек. Келесі, жаса 2 есебі бойынша оң қолмен автоматты сағағынан және ұңғы қорабынан сол шынтақтан төменірек ұстау керек. Ал жаса 3 есебі бойынша сол қолды сол жамбасқа қарай түсіреді, ал оң қолды автоматпен оң жамбасқа қарай түсіреді. Тиісінше жаса 4 есебі бойынша жартылай оңға бұрылып, бір мезетте сол аяқты 1 адым солға қою керек. Келесі, жаса 5 есебі бойынша алға еңкейіп, бір мезетте сол аяқтың өкшесіне ұңғы қорабын тақайды. Ал газ түтігін бүгілген оң қолдың білегіне қою керек. Аяқтарды бүгуге болмайды. Сол қолмен тиісінше белдікке тартып әрекет жасайды. Келесі, жаса 6 есебі жартылай солға бұрылып, сол аяқты оң аяққа тақайды. Автоматты болса, жамбасқа оң қолмен ұстап тұру қажет.
жаса 7 есебі бойынша автоматты оң иыққа лақтырып тастайды. Ал сол қолды тез жамбасқа қарай түсіреді және саптық тұрысты өз алдына қабылдайды. Автоматпен тәсілдерді үйренудің алдында студенттер автоматты белдікке, кеудеге күйінде қалай ұстап жүру керек екенін көрсетіп түсіндірген жөн. Автоматты белдікке күйінде саптық тұрыс кезінде, жаяу тәртіптегі марш кезінде және тағы басқа жағдайларда алып жүреді. Автоматты кеудеге күйінде, жаяу тәртіптегі марш кезінде, сонымен қатар мерекелік марш жағдайында жүргізіледі. Автоматты арқаға күйінде, жаяу саптағы марш кезінде, сондай-ақ екі қолмен бірдей жұмыс істеу қажеттілігі туындаған кезде алып жүреді. Және тағы басқа тәсілді бөлім бойынша командир көрсеткеннен соң толығымен көрсете бастайды. Студенттерді жаттықтыру жеке, жұптық немесе бөлімше құрамында жүргізілуі мүмкін. Қорытынды. Тақырыбымызды қорытындылай келе, қарумен саптық қимылдар әскери қызметшілерге қорытынды алдындағысы. Қимылдар тақырыбымызды қорытындылай келе, қарумен саптық қимылдар әскери қызметшілерге қаруды дұрыс ұстауды, қозғалысты үйлестіруді және саптық тәртіпті сақтауды үйретеді. Қарумен саптық тұрыс әскери тәртіппен жеке ұқыптылықты қалыптастырады. Белдікті тәсілі қозғалысы дәл және біркелкі орындауға көмектеседі. Жоға қозғалыстар мен қимылдарды кезең-кезеңмен орындау бөлімшенің үйлесімділігін арттырады. Жүйелі жаттығу студенттердің сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз етеді және саптық қимылдарды толық меңгеруге жағдай жасайды. Төмендегі осы тақырып бойынша қолданылған әдебиеттеріміз.